пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, Абу Хурайра риуаят етеді. Мастажара абду минан нари саб'a марратин илля қалатин нар. Я Раб, инна абдака фуланан стажара минни фаажир. Қандай да бір пенде тозақтан, қараңыз, тозақтың өзі мұсылман адамның жағдайын ойлайды. Кім, қандай бір пенде тозақтан, я Алла, мені сақтай көр деп, тозақтан Алла тағалаға 7 рет сыйынатын болса дейді, 7 рет Алла тағаладан тозақтан сақтауын сұрайтын болса, тозақ айтады екен, я Раб, пәленше деген құлың, пәлен деген құлың, осылай саған сыйынды, менен сақта деп саған сыйынды, оны менен сақта дейді. ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. Қандай бір пенде Алла тағаладан жәннатқа кіргізуді 7 мәрте сұрайтын болса, яғни бұл жерде 7 мәртеге шектеліп қал деген емес. Бірақ хадистегі айтып отырған 7 деген 7-мен шектелім, 7-ден көп сұрауымыз керек әрине біз. Бірақ 7-нің өзі қаншалықты мысалы пендеге сауапты болады, қаншалықты пенденің сол жаңағы жәннатқа кіруіне, тозақтан Алла тағаланың оны сақтауына себепші болады, соны айтып жатыр. 7 рет жәннатқа кіргізуді Алла тағаладан жәннатты сұрайтын болса дейді, жәннат айтады екен, я Раб деп Алла тағаланың хұзурына барып, жәннат дұға қылып сұрайды екен Алладан. Я Раб, пәлен пендең, пәлен құлың мені сенен 7 рет сұрады ғой. Оны жәннатқа кіргіз деп, жәннаттың өзі сұрайды екен. Хадисті имам Абу Я'ля риуаят еткен, Бухари мен Муслимнің шартымен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы дұғаларды көп айтатын болған. Анас радиаллаху анху айтады, имам Бухари риуаят еткен хадисте. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең көп жасайтын дұғасы, ең көп тілейтін тілегі, я Рабби, маған бұл өмірде жақсылық бер, және ол өмірде жақсылық бер, мені тозақ отынан сақта деген дұға болатын дейді. Яғни, оны бізге Алла тағала неғылған Құранда ол дұғаны бізге үйретіп кеткен Бақара сүресінде. Біз неге намазда қандай да бір мысал үшін кітапты қарайтын болсаңыз, намаз үйрететін. Намаздағы салауаттардан кейінгі дұға Раббана атина фи дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан. Себебі жаңағы кітапта бұл дұғаны келтірудің себебі осы. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең көп жасайтын дұғасы. Анас радиаллаху анху айтып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күнәларының алдыңғы кейінгі күнәларының барлығы кешірілген Алла тағаланың сондай құрметті құлы саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қателеспейді, күнәсі жоқ пайғамбарымыздың. Күнә жасамайды пайғамбарымыз. Алла тағала күнә жасаудан пайғамбарымыз сақтап қойған. Алла тағала. Соның өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең көп жасайтын дұғасы осы. Ал бізді ойлай беріңіз одан кейін. Бізге ешкім ондай кепілдік берген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға соншалықты кепілдік беріп тұрса да, Алла тағала не болып тұр? Мына дұғаны көп айтып жатыр. Анау екінші бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түндерде тұрып намаз оққан кезде, Айша анамыз риуаят етеді ғой, аяқтары ісіп кететін болған екен, көп тұрғандықтан. Түндерде тахаджуд намазын оққан кезде. Пайғамбарымызға тахаджуд намазын оқу парыз болған. Парыз. Ал біздерге сүннет. Сол кезде Айша анамыз айтады екен, я Расулаллах, сіздің алдыңғы кейінгі күнәларыңыздың барлығы да кешірілген емес пе? Неге сіз өзіңізді осынша қинай бересіз деп? Сізге сауаптың барлығы былайша айтқанда обеспечен емес па деп тұрды. Жәннат сізге мысал үшін уәде берілген. Неге сіз өзіңіз осынша қинайсыз деген уақытта пайғамбарымыз айтады екен, афала акуну абдан шакура. Мен сондай бір Алла тағалаға шүкірлік ететін, Алла тағалаға сондай алғысымды білдіретін құл болмаймын ба? Алла тағаланың маған берген нығметіне шүкірлік ететін құл болмаймын ба деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жауап береді екен Айша анамызға.
Ади бин Хатим радиаллаху анху риwayat еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иттақуннар. Иттақуннар, тозақтан сақтаныңдар." Алла тағала тозақтан сақтаныңдар деп бізде бірнеше аятта айтып кеткен Құранда. Иттақуннар аллати уиддат вақудуха ан-нас вал хижара валлати уиддат лил кафирин дейді. Жанатын отыны адамдармен және тастардан болған тозақтан сақтаныңдар дейді Алла тағала. Кімдерге дайындалған? Кәпірлерге дайындалған. Момын мұсылман пенде деп тұр Алла тағала. Тозақтың жаратылған себебі, тозақтың дайындалған себебі кәпірлер үшін, ол сен үшін емес. Бірақ сен байқа, істеген күнәңмен, істеген күнәңнің кесірінен, соның себебінен тозаққа түсіп қалма деп Алла тағала ескертіп тұр. Ол кәпірлер үшін тозақ, сен үшін емес. Бірақ сен егер кәпірлердің ісін істейтін болсаң, кәпірлердің жолымен жүретін болсаң, онда сен де сол жақта боласың деп ескертіп тұр Алла тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда, тозақтан сақтаныңдар деп сахабаларға, мұсылмандар айтатын болған. وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها. Ашах дегені бұл жерде кәдімгідей ентелеп бүйтіп қарап қала деген пайғамбарымыз. Ентелеп. Иттақуннар деп жаңағы тозақтан сақтаныңдар деп тағы да ентелейді. Сосын бір уақытта тағы да бұрылып қарап бүйтіп ентелеп қарап қала деген. Сосын сахабалар айтады, кәдімгідей тозақты көріп тұрған секілді болып, тозақты көзімен көріп тұр екен ғой деп ойлап қалдық дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жаңағыдай сондай көздері шытынап былай ентелегенін көрген уақытта сондай түрі бұзылып, біз ойладық дейді, кәдімгі тозақты көріп тұрған шығар деп ойлап қалдық дейді. Содан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иттақуннар валау бишиққи тамра." Құрманың қабығын садақа етіп болса да тозақтан сақтаныңдар дейді. Ас-садақату tudfi'u ghadab-ar-rabb. Естеріңізде болсын. Садақа жасалған садақа. Мұсылман пенденің жасайтын садақасы Алла тағаланың ашуын өшіреді. Садақа, дұға бәлені қайтарады. Бәле, тозақтан үлкен адам баласы үшін, мұсылман үшін бәле жоқ. Содан неғылады, сақтайды. Айтып жатыр пайғамбарымыз, сенің мүмкіндігің сол құрманың қабыршығына келіп тұрса да, сонымен тозақтан сақтан деп тұр. Егер кімде-кім таппайтын болса, ол жаңа құрманың қабығын да садақа қылуға мүмкіндігі болмаса, онда не істесін дейді? Әдемі жылы сөз айтып тозақтан сақтансын дейді. Әдемі жылы сөзді біреуге айтудың өзі оңай нәрсе емес. Себебі адамның шайтан қанымен араласып жүреді. Шайтан адамның қанымен араласып жүретін болғандықтан оны түрткілеп отырады. Жаман сөзге, жаман қылықтарға, жаман істерге итермелеп отырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың уахимен білет, адам баласына жылы сөз, әдемі сөз айтудың өзі әп-әжептәуір еңбек болатын білет. Соны айтып жатыр пайғамбарымыз. Бір жағынан тәрбиелеу мұсылман пендені. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы мұсылман үмбетін, мұсылмандарды, жалпы адамзатты тозақтан сақтау үшін келген пайғамбар. Бүкіл адамзатты. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat етеді хадисте: "Иннама масали ва масалу уммати камасали ражулин истауқада наран, фажа'алат ад-давабу вал фарашу яқa'на фиха." Менің үмбетімнің мысалы дейді, бір мынау жаңағы от жағып, сол отына түрлі жаңағы жануарлар, сонымен бірге көбелектер келіп түсіп атқан адам секілді дейді. Бірақ ол жаңағы көбелектер келіп неғылатын болса, ол көбелектерді, басқа жануарлардың бәрін ол неғылады дейді, түсірмеуге қақпайлайды дейді. Сол секілді дейді. Мен фаана ахуду би хужазикум ва антум тақахамуна фиха. Хадисте имам Ал-Бухари, имам Муслим риwayat еткен. Мен сендердің сол жаңағы көбелектер, жануарларды қақпайлаған от жағып алып, отына түсірмейін деп. Адам секілді не істеймін дейді, но белдерінен ұстап тұрамын дейді.
Сендер тозаққа қарай ентелейсің де жатасыңдар. Тозаққа жаңағы неғылып таласып түсуге таласқан көбелектер секілді сендер де ентелейсіңдер, бірақ мен сендердің белдеріңнен ұстап тартам дейді, тозаққа түсірмеуге тырысам дейді. Несімен тартады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге берген тәліммен бізді тозақтан сақтайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге қалдырып кеткен сүннетімен, бізге үйретіп кеткен Құранымен, бізге үйретіп кеткен намазымен, бізге үйретіп кеткен ізгі амалдарымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді не қылады? Тозақтан сақтайды. Сосын қалай тозақтан Алла тағаладан тозақтан қалай сақтауды сұрауды және жәннатты сұрауды қалай болу керек екен пайғамбарымыз айтады мына жерде. Кулайб бин Хазн радиаллаху анху, Кулайб бин Хазн деген сахаба риуаят етеді. Самиату Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам яқул. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның былай деп атқанын естім дейді. Утлубул джанната жухдакум ва хурбу минан нари жухдакум. Алла тағаладан жәннатты бар мүмкіндіктеріңді салып отырып сұраңдар дейді. Алла тағаладан жәннатты бар мүмкіндіктеріңді салып отырып сұраңдар дейді. Және тозақтан бүкіл жан тәндеріңмен тозақтан неғылыңдар, қашыңдар дейді, сақтаныңдар дейді. Бүкіл мүмкіндіктерің. Қандай мысал үшінге сіз басыңызға бір жаңағыдай қиындық түсіп қалатын болса не істейсіз? Бар мүмкіндігіңізді салып, бүкіл таныстарыңызды салып отырып, бүкіл мысал үшін ақшаңыздың бәрін салып отырып, керек болатын болса үйіңізді, машинаңызды сатып отырып не істейсіз? Ол проблемадан шығуға тырысасыз. Жәннатты сондай әрекетпен жәннатты Алла тағаладан сұрау керек дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тозақтан сондай бар мүмкіндіктеріңді салып отырып, тозақтан сақтаныңдар, тозақтан қашыңдар дейді. Енді қараңыз, пайғамбарымыз қызық нәрсе айтады мына жерде. Фаиннал джанната ла янаму талибуха. Жәннатты талап еткен, Алла тағаладан жәннатты сұраған адам ұйықтамайды дейді. Яғни ұйықтамай бейнет ету керек, ұйықтамай оқу керек деген әңгімені біз көп айтамыз ғой. Себебі неге? Себебі мысалы үшін жаңағыдай көп ақша табу үшін, жұмысты мысалы жақсылап жасау үшін ұйықтамай бейнеттену керек. Адам ғалым болу үшін ұйықтамай ғалым болу керек. Мысалы имам Суйути рахматуллахи алейхи, білесіздер ме қалай оқитын? Бүкіл салада, исламның ғылымдарының барлық саласында не жазып кеткен, еңбек жазып кеткен кісі. Тафсирде жазған, хадисте жазған, усулул фиқта жазған, фиқта жазған. Имам Суйути рахматуллахи алейхи былайша айтқанда қазіргі Мысырда өткен ғалым. Қазіргі тілмен айтқанда энциклопедия болған. Бүкіл барлық салада. Сол кісі, мынау шашын бар ғой, шашын. Арт жағына байлақ қойып отырып, арт жағына шалбарының беліне байлақ қойып отырып оқиды екен кітапты. Себебі неге? Себебі ұйықтап еңкейіп кететін болсам шашым тартылады да оянам дейді екен да. Көрдіңіздер ме? Имам Суйути рахматуллахи алейхи Каирде тұрған. Каирде. Бәленбай жыл Каирде туылып, Каирде еңбек жасап, Каирде өскен, өмір сүрген кісі 30 жыл бойына Нил өзенінің жағасына бармаған. 30 жыл. Баруға уақыты болмаған. Біз мысал үшін Мысырға бір аптаға баратын болсақ Нилде, әр күннің жарты күнін Нилдің жағасында өткізетін шығармыз шомылып. Ал бірақ ол кісі Нилдің жағасында тұрып 30 жыл бойына неғылмаған? Нил өзеніне бармаған. Сосын тағы бір несі имам Суйути рахмат, имам Науи болу керек. Әзір сәл шатасып отырмын. Бір балық жейіншінде балыға кеп қойған екен. Балыға кеп қойған. Сонымен кітапқа кірісіп кеткен, білімге кірісіп кеткенде ана балықты жеуді ұмытып кеткен. Бар қуыру керек, оны болмаса қайнату керек, солай жеу керек қой. Ана балықты әкеп қойған, балық сасып мұрнына иісі келген уақытта білген. Солай ұйықтамай еңбек қылғаннан кейін бізге мысалы үшін осындай мұра қалдырып кеткен ол имамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр мына жерде. Жәннатты Алладан сұраған адам ұйықтамайды дейді. Ва иннан нара ла янаму харибуха. Тозақтан қашқан, тозақтан сақтауды Алладан сұраған адам да ұйықтамайды дейді. Ва иннал ахирата ал-яум махфуфатун бил макарих.
ахирет, яғни жәннатты айтып тұр пайғамбарымыз, ахирет өмірі қиындықтармен қоршалып қойған дейді. Бейнетпен қоршалып қойған дейді, былайша айтқанда. Сіз жәннатқа сол бейнеттің барлығын кешпейінше жетпейсіз. Ол қиындықтың барлығынан өтпейінше жәннатқа жетпейміз біз. وَإِنَّ الدُّنْيَا مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ فَلَا تُلْهِيَنَّكُمْ عَنِ الْآخِرَةِ. Бірақ мына өмір дүние дейді. Немен қоршалыпсан? Сол жаңағы рахат өмірмен, құмарлықпен, шахуат өмірмен, сонымен шахуат істерімен қоршалып қойған дейді. Бұл ләззат, жаңағы рахат өмір сендерді бұл жаңағыдай күнә істер, құмарлықтар, құмарлық істері сендерді ахиреттен алаңдатып қоймасын, сендерді ахиретті ұмыттырып қоймасын деп тұр пайғамбарымыз. Имам Табарани неғылған риуаят еткен. Не үшін мен тозақтан бастап жатырмын? Себебі Алла тағала бізді тозақтан сақтайтын болса, иншалла жәннатқа кіргізеді. Біз ең бірінші тозақтан Алла тағаланың бізді сақтауын сұрауымыз керек. Одан кейін барып жәннатты сұрайсыз.